Сәлем достар, адамзат баласы әлі күнге дейін біз жерді толықтай зерттеп біттік деп айта алмайды. Жер бетінің ландшафты алуан түрлі болып келеді. Биік таулармен бірге өте терең жерлер де кездесіп жатады. Әсіресе жердің сол терең қабаттары жайлы деректер өте аз. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін әлемдегі табиғи және адам қолымен істелінген ең терең жерлерді көрсетеміз. Мексика, Эль-Закатон крастық су қоймасы плейстоцена дәуірінде пайда болған. Эль-Закатон шұңқыры әлемдегі ең терең табиғи құдық болып саналады. Мексикалық алып табиғи құдықтың диаметрі 100 метрге, ал тереңдігі 319 метрге тең. Эль-Закатонның айналасында тағы бірнеше ойық жерлер бар. 319 метр тереңдікке кететін су қоймадан сол ойықтарға тесіктер арқылы өтуге болады. Ғалымдардың айтуы бойынша, сол әлі зерттелмеген ойықтардың біреуі Эль-Закатоннан тереңірек болуы мүмкін. Германияның Эльсдорф қаласында әлемдегі ең терең көмір шахтасы орналасқан. 33,9 квадрат ауданға созылып жатқан шахтаның тереңдігі 370 метрмен аяқталмай, әлі күнге дейін қазылып одан ары терең болып келеді. Ал карьердің қасында жүргізіліп жатқан тоқтаусыз жұмыстар үшін Софьянхё атты әлемдегі ең ірі 301 метрлік жасанды тау пайда болып, өзіне деген қызығушылықты жоғалтпауда. 1858 жылы Англияның Вудингден қаласында жаңа үйлердің қасында құдық қазыла бастады. Санақ бойынша 122 метрден су шығу керек еді. 2 жыл бойы күрекпен қазып айтылған тереңдікке жеткеннен кейін жұмысшылар бір тамшы су таба алмады. Оларға су болмаса тереңірек қазыңдар деген бұйрық келді. Тағы 10 метр, 20, 30 су әлі жоқ. Араға тағы 2 жыл салып, құдықтың тереңдігі 392 метрге дейін жетті. 4 жыл тоқтаусыз қара жұмыстан кейін жер астына мөп-мөлдір су шыға бастады. Ал бұл құдық қазіргі күнге дейін ең терең құдық болып саналады. Шығыс Сібірдің оңтүстігінде орналасқан ең ірі тұщы су тоған Байкал әлемдегі тереңдігі бойынша бірінші көл болып табылады. Көл іші мен жағалауы өте бай флора фаунасымен ерекшеленеді. Жергілікті тұрғындар тарихи көлді теңіз деп атайды. Байкал теңіз деңгейінен 456 метр биіктіктегі тауаралық тектоникалық ойыстарда орналасқан. Ауданы 31,15 километр, судың көлемі 23,16 куб километр, ұзындығы 636 километр, ені орта есеппен 48 километр. Ал Байкалдың тереңдігі 1620 метрге тең. Көлдің тереңдігі соншалық, тіпті сол жерде дүние жүзіндегі тұщы су қорының 20% шоғырланған. Әлемдегі ең терең үңгір Абхазияның Гагра қаласында орналасқан. Оның тереңдігі 2199 метр. 2 километрден артық жер асты үңгірдің Крубер және Қарға үңгірі деген атаулары бар. Үңгірдің бірінші атауы Крубер ғалымның атымен қойылса, екіншісі тереңде мекен ететін қарғалар үшін қойылған. Әр жыл сайын Қарға үңгіріне жаңа түсу жолдары мен галереялары табылуда. Грузияның бұл жеріне бүкіл әлем бойынша көптеген экстремалды спортшылар келеді. Канаданың Онтарио қаласында әлемдегі ең терең кен ошағы орналасқан. 3048 метр тереңдікке дейін жететін мыс цинкті кеншісі әлемдегі барлық кен орындарының арасында жердің ядросына ең жақын болып орналасқан. Кедмайн кен орны 1964 жылы ашылып, ол жерде әлі күнге дейін жылына 2000 жұмысшы миллиондаған тонна кен шығарады. Оңтүстік Африкада жер астына 4 километр тереңдікке кететін кен орны орналасқан. Шахтаның ішінде көптеген километрге созылған қала тәрізді жер асты туннельдері бар. Бірақ ол жерде жыл сайын 100% ылғал үшін жұмыс істеу мүмкін емес болып бара жатыр. Дегенмен алтын кен орны көп ақша келгендіктен жұмыс ол жерде тоқтамауда. Қызықты мәлімет, африкалық шахта 4000 метр болғанымен, канадалық 3048 метрлік шахта одан тереңірек болып саналады. Себебі жер шарымыздың пішіні идеалды шар тәрізді емес. Гренландияның солтүстік шығысында орналасқан Литке мұхит қазан шұңқырының тереңдігі 5449 метр. Ол 1955 жылы Федор Литке басқарған экспедициясымен табылып зерттелген. Атлант мұхитының ең терең жері ол Милуоки қазан шұңқыры. 8385 метр. Су астына кететін шұңқыр 1939 жылы
14 ақпан күні ашылып, бүгінгі күнге дейін мұхиттың басқа жерлері сияқты толықтай зерттелген жоқ. Енді тереңірек түсейік. Мариан шұңғымасы көптеген тұңғиық қазан шұңқырлары сияқты, ол да Тынық мұхитында орналасқан. Бірақ басқаларына қарағанда Мариан шұңғымасы тереңірек болып келеді. Оның Челленджер атты ең терең нүктесіне дейін 11034 метр. Бұл жердегі қысым 108600 паскальға тең. Ол дегеніміз атмосфералық қысымнан 1100 есе көбірек. Егер адам арнайы құрылғыларысыз осындай тереңдікте пайда болса, онда ол жарылып кетер еді. Міне бірінші орынға да жеттік. Әлемдегі ең терең жер адам баласымен істелінген. Ресейдің Кольдық мега терең ұңғымасы 1970 жылы бұрғылана бастады. Бұрғылану кенді орынды ашу үшін емес, жердің терең қабаттарын зерттеу мақсатымен істелінген. 13 жылдан кейін бұрғылаушылар 12066 метр тереңдікке дейін жеткен. Бұрғылау колоннасы сынғандықтан төмен түсуді 7000 метр деңгейден бастауға тура келді. Тағы 7 жылдан кейін бұр 12266 метр тереңдікке жеткен. 2008 жылы қаржылай демеушілік тоқталып, кейін бұл ғылыми жоба мүлде тоқтап қалды. Дегенмен Кольдық бұрғы ұңғымасы әлемнің ең терең жері болып саналады. Бүгінгі видеомыз ұнаса, әрине лайк басуды ұмытпаңыз. Себебі әр басылған лайк каналдың дамуына үлкен әсерін тигізеді. Пазл каналына жазылып, өз достарын шақырып, не мына жердегі қоңыраушаны басыңыз. Сонда біздің жаңа шығып жатқан видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсыз. Ең қызықты, күлкілі әрі пайдалы жазбалар тек біздің ВКонтакте тобымызда. Тіркелсеңіз еш өкінбейсіз. Және басқа YouTube арналарымыз бен Instagram парақшамызға жазылып, әрдайым бізбен бірге болыңыз. Барлық сілтемелер сипаттамада және бірінші комментарийде. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.